Қош келдіңіз. Рахмет, қош көрдік. Қалай жағдайыңыз? Кинодағыдай. Бұл саланы демек сіз оқыған жоқсыз ғой? Негізгі мамандығым заңгер. Біреуге ақша төлейсіз ба? Әлде шынымен де ататын дүние ма? Сұрамасаңыздар да болады. Мен сұрайын деп жатқан жоқпын оны. Қарыз оқып алған жоқсыздар ма? Сыртымыздан айтады, бетімізге ешкім айтпаған бірақ. Сіздің лентаңызды қарап отырған уақытта мен негізі байқамаппын. Сонша лентаны төмен қарай түсе бермейміз ғой. Төмен қарай құлаған уақыт білмеймін, бірақ аттан құлаған уақытым бір жестко. Дінге деген көзқарасыңыз қандай жалпы? Карантиннің кезінде адамдарды жаңа ғана маска кисін деп бір шақырып түсірген кезіміз болған шығар. Жаныңызда бір келіншекті ма кейбір кезде байқап қалам? 2 аптада біреуін қойып жатырмын. Бірақ баяғыдай жылмай жатыр. Баяғыдай болмай жатыр. Иә, бірақ нормально. Ол жерде ол ақшаны ол қайда жаратады ол? Удалить деймін, ол сразу удалить. Шариғатта мынандай бір не бар ғой, білесіз ба? Кинода үйленген болып есептеледі. Енді актерлық өмірді таңдағаннан кейін сондай болады ғой бәрі. Көзден жас шыққан. Одан кейінгі мен бірақ бірінші десіп тұрмын осыны. Рахмет айтам, алғыс білдірем. Иншалла. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Білім қазына қорының YouTube-дағы каналына қош келдіңіздер. Бүгін бізде қонақта Махамбет фильм киностудиясының директоры, продюсер, актер Махамбет Балтабаев. Студиямызға қош келдіңіз. Рахмет, қош көрдік. Қалай жағдайыңыз? Аллаға шүкір. Көңіл күйіңіз қалай? Өте керемет. Кинодағыдай ма? Кинодағыдай. Актер болуды бала күніңізден армандадыңыз да, әлде бір кейін барып жаңағы нарықтың, болмаса бір жаңа ақша табу керек, болмаса бір арманыңыз бет деген сұрақ қояды. Актер болуды бала күнінен армандағым. Кішкентай кезімде сол мектепте оқитын кезімнен армандағым. Оған енді жаңа Қазақстан егемендігін алып, жаңа Перекресток деген сериал шыққан еді ғой. Иә. Тағдырлар тоғысы ма, тоғысқан тағдырлар ма? Сол киноны көріп, неге екенін білмеймін, актер болам деп армандағым. Аллаға шүкір, арманым орындалды. Перекрестокты басынан соңына дейін көріп, жаттап алған шығар сонда? Сол кездерде жаттағанбыз, иә. Мария, жаңағы Лопес дегендер болып жататын еді ғой. Оларды көріп шықтыңыз ба деген ол? Оларды білмеймін, көрген есімде жоқ. Қазақстандық алғашқы телесериалды көргеннен кейін барып, осы жолға түскеніңізге шынымен қуанып отырмын. Рахмет. Мен бұны айтқан себебім, осы күнге дейін тек қана актерлікті алып келіп барып, кейін продюсер болдыңыз ба? Махамбет фильм деген студияның ашылуына да өзіңіздің жаңағы бір алға қойған мақсатыңыз себеп болды ма, әлде біреу түрткі болды ма? Енді басында жаңа киноларға түсіп жүрдік, кейін сондай бір қызығушылық қой, енді өзімізде киноға неге кино түсірмеске деген оймен ашылған дүние ғой баста. Жаңа жылына бір рет киноға түсесің, кейін демалып қаласың ғой. Сонымен демалмай киноға түсейікші деп мақсатпен ашқанбыз ғой. Бұны сұрап жатқан себебім, енді шымкенттік деп қай сала болмасын бөліп жатады негізі. Иә. Қай сала болмасын бөліп жатады. Сосын байқадым, актерлардың ішінде де жаңағы оқыған, оқымаған, мен 4 жыл оқығанмын, өнерде 8 жыл оқығанмын, сонша жыл уақытым кетті деп кейбір кісілердің базарда шыны керек жаңағы продукт сатып жүргендерін де көрдік. Сізге де солай сөздер тие ме? Болып жатады енді, кейде болатын шығар. Сыртымыздан айтады, бетімізге ешкім айтпаған бірақ. Сыртымыздан аяды сөйлеп отқан естіп қаласың. Киноға түсіп жатқан кезде. Басқа уақытта онда әңгіме естімейміз. Бірақ бұл саланы демек сіз оқыған жоқсыз ғой? Иә, менің негізгі мамандығым заңгер. Негізі осы салаға түсем деген кезде ата-анам қатты қарсы болып, үйде өзім бір бала болғаннан кейін ба, актер болсаң сені таппай қаламыз деп, осы заңгер саласына түсірген. Біздің уақытымызда заңгер, юрист, экономист. Экономист, иә. Екі мамандық бар. Хит болып тұрған уақыт еді ғой. Хит болып тұрған уақыт. Заңгерлікпен жұмыс істеген жоқсыз ба сонда? Заңгерлікпен жұмыс істедім. Оқуды бітірген кезде 2 жыл жұмыс істедім, 2005-2007 аралығында. Одан кейін осы салаға кеттіңіз? 2007-те тастадым, госслужбаны тастадым да, 2008-де Алланың қалауымен киноға түсуді бастап кеттім. Сіздің рилстарыңызды көріп жүрген да негізінде. Рилстарыңыздағы қандай дүние болмасын, қалай видео жасасаңыз да, сценарийлерін біреу жазып бере ме, де өзіңіз жазасыз ба? Сценарийді жазғанда былай, бізде енді осы күнге дейін сол жаңағы солай деген проектке бізде команда бар тұғын.
команда болғанда бір жігіт бар тұғын, қазір ол жігіт атақты әнші болып кеткен, сол жігіт жазып алып келетін. 10 шақтысын жазып алып келеді, соны sonra талқылап, екі-үшеуін түсіреміз, шығарамыз, атады. Атады демекші. Енді ютубта бір видеоның атуы, сол мезетте атақты болуы, болмаса инстаграмдағы видеоңыздың атақты болуының сыры бар ма, ол гиф па, біреуге ақша төлейсіз ба, әлде шынымен де ататын дүние ма? Ешқандай да мен білмеймін, осы біреулер айтады ғой, алгоритм бар инстаграмда, ютубта дейді, мен білмеймін, сенбеймін. Сол алгоритмдардың бәрін істеп көрдім, ешқандай да әсер етпеген. Контентке байланысты деп ойлаймын мен. Өзі сондай контент болады, атақ бейтіп, жаңа не дедіңіз, гиф ондай ойнатпағым. Гиф деген, мысалға, гиф деген менің түсінгенім маған түсіндіріп берді. Белгілі бір команда болады екен, бір 20 адамнан құралған. Сол 20 адамға, ол кейбір группалар 100 адамға дейін болады екен. Әрқайсысына 200 теңгеден, 300 теңгеден төлейді. Бүгін қыздар жігіттер мына видеоның астына бәріміз комментарий жазамыз, барлығымыз лайк басамыз, барлығымыз сторисімізге қоямыз. 100 адам болғаннан кейін, енді 100 лайк, 100 самолетик. Одан кейін бар 100 рет бөлісу жаңағы. Сосын бар 100 комментарий болады ғой. Сосын адамдар көреді, мынаның бәрін жаңағы адамдар көреді екен ғой, дегенмен айналысып көрмегенсіз ба дегенім ғой. Білмеймін, олай істегендерді білем, бірақ атпаған олардікі. Сол жаңағы 100 лайк, 100 комментарий мен қап кетіп атады. Сол күйінде қап кетіп атыр ма? Енді қызық контент болса, халық көрсе, негізі ары қарай жұмыс істейтін сияқты да, бұл ютубта, инстаграмда. Демек, сіздің видеоларыңыз адамның көңіл күйіне қарай, мысалға мына видео өтті, демек осы тақырыпта ары қарай жалғастыра беру керек деген дүние болып тұр ғой. Иә, сондай болып тұр. 100 мың жаңағы подписчик дейміз ғой, жазылушы адам ютубта жинау қалай болды? Қалай іске асты? Ютубта жинау 100 мың подписчик деген былай болды. Мен 2015-те кілт деген кино шығарған. Кинотеатрдан берді, ол кезде енді қазақша киноға 2015-те именно қазақша киноға адамдар бармайтын да. Не керек, құлады, жаңа кассамыз жинай алмадық. Қарыз болып қалған жоқсыздар ма? Қарыз болдық, үйттік, әйтеуір алған қалаумен құтылып шықтық бәрінен. Сөйттік та ютубқа қай жыл қойған есімде жоқ. Сол кілт деген киноны ютубқа қоямын өзім. Ютубты негізі 2010-да ашқан екем. Мен білмеймін, бірақ қай кезде ашқанымды. Осы жақында қарасам, ютубты 2010-да ашқан екем. Сөйтіп 2016-та ма, 15-те ма кілт деген киноны қоямын. Сонымен ұмытып кетемін ғой, ютуб деген нәрсені ұмытып кетемін. Сонымен бір іс-шарада жүрген кезде монетизация жайлы айтып жатыр ғой адамдар. Монетизация, подписчик мынандай болса, просмотрға ақша төлейді. Енді ютубым бар ғой мен, жай істеймін. Сол жерде бір продюсер жігіттен сұраймын, ол қалай ол монетизация десем, ол жігіт айтады маған, ой, ол қиын дейді. Неге десем, 4000 сағат просмотр, 1000 подписчик болу керек дейді. Сол жерде ашам ғой ютубымды. Өзім Google-ма тіркелген. Ашсам, 23 000 подписчигім тұр ғой. И миллион бір нәрсе просмотрым тұр. Содан бастап ютубымызды жүргізіп кеттік, ары қарай. Біткен екенсің, міне, қара. 4000 емес. Сразу айттым, биттім, мынау бола ма дедім ғой. Болады деді. Видеоның просмотры ол уақытта миллион болып қойған? Миллион болып қойған, миллионнан асып кеткен. Бір кино сол. Иә, бір-ақ кино, басқа ештеңе жоқ каналда. Жаңағы сөзді естімесеңіз, бұл монетизация ақша табу, оның жолы. Оны вообще білмейтін едім ғой. Содан алып, монетизация алып, білмеймін, оңай болып кетті менікі. Жұрттар сол кезде, ой, қиын дейді. Жібердім. Түсінбеймін ғой, бір нәрсе жіберіп жатырмын. Жаңа Google-да орысша аударады ғой, өзі. Орысша аударады, жібердім. Бір нәрсені қой дейді. Оны таппаймын да мен қоятын. Қоя салайшы дедім. Бір есік алда жүрсем, есігіміз тақылдады. Почтадан сізге бір мемлекеттен хат келіп тұр дейді. Ашсам жаңа YouTube бір нәрсе ключ дейді, бар, тер жерінен монетизация. 6 санды қателеспесем. 6 санды терес. Сіздің жаңағы робот емес адам екеніңізді, сосын фактически адрес дейді ғой. Иә, фактически адрес. Соны не қылу керек? Соны ашылды да кетті. Сол ары қарай жүріп кетті. Иә, содан ары қарай. 100 мыңға дейін айналдырған 75 мың, 77 мың адам қалған екен ғой. Иә. Бұл бірінші киномен, бір киномен ештеңе қоймағам. 100 мыңға қай уақытта жетті? 2023-тің жазында ма,
Пандемияның уақытысында киноларды. Иә, сол кезде жетті. 2023 жазында или көктемде есімде жоқ. Сондай болды. Енді өзі өнер адамы деген уақытта өнердің ішіне көп нәрсені кіргіземіз. Ақындықты да, домбыра тартуды да, пианино тартсаңыз да, скрипка тартсаңыз да, актер болсаңыз да, бәрі өнер ғой. Иә. Өнер деген бір шайырлық. Шайырлық деп жатқан Құран кәрімде шайырлар деген сүре бар да біз өнер жолындағы адам. Өнердің адамы негізі кешіріңізді қияли көрінеді ғой. Иә. Көз болады, тіл болады, бір төмен қарай құлаған уақыт бар ма? Төмен қарай құлаған уақыт білмеймін, бірақ аттан құлаған уақытым бар жестко. Мынау TikTok деген нәрсе шықты ғой. Мен білмеймін, TikTok деген ашып қараймын. Енді Инстаграмда баяғыдан жүргіземіз, прямойыма. Сол кезде максимум бір 40 адам кіретін мен. 40 адам бір уақытта 40 адам отырады, одан артық отырмайтын, бір 80 болып кеткен кездер болған, бірақ ол көп емес, сразу түсіп кетеді 40 адам. Соны TikTok деген дүние ашылды дейді. Сонымен ол да жаңағыдай бір видео салам, кірмей қоям, кірсем 20 мыңнан, бір күнде 20 мыңнан астам подписчик тұр ғой TikTok'ымда. Сонда прямойға кірем ғой. Прямойға кірсем 4 мың адам. 4 мың көз қарап отырды мен. Анарда өмірімде бірінші рет оқи алмай жатырмын ғой. Бұрыннан Инстаграмға кіріп бір актер, бір атақты блогер отқан сұрақ қойсаң оқып үлгерем айды ғой. Тура солай оқи алмай жатырмын ғой. Ойладым, мынау деген. Күшті ғой мынау дедім да. Звездный час дедім ғой, короче. Ертең барамда атқа мінемді, шауып тұрып қоям дедім ғой TikTokқа. Атқа шауып бара жатып қоям дедім да. Ана бір қазақтың өлеңдері бар ғой, сол атқа негеген сол бір күйді қоям деп барған ем. Сол ана бір айғыр, досымның айғыр екен. Біраз болған екен мінілмегеніне. Мінілмегеніне біраз болды аға деді, мінем деген ем. Болмады короче. Мотивациямен кешегі сол мотивациямен барғам ғой. Ат деген лақтырып мен. Қолым мұрт сынды. Адам айтқаны болмайды деген ғой. Қолым гипс. Соған арнайы жаңағы енді TikTokқа арнайы бір сол кезде iPhone 12 деген шыққан ғой, соны алғам. Бір аптада болмаған. Қолдана алмай қалдым. Телефон аман ба? Телефон бәрі аман. Телефонды біреуге беріп қойған ғой, түсір деп. Құлаған видео бар, енді оны бермеймін ешкімге. Жестко құлағамда. Баспен былайынан. TikTokқа, Инстаграмға, еш жаққа қойған жоқ. Еш жерге шығарған жоқ. Енді бермеймін дегеннен кейін. Бірақ енді ол видео түсірілді, иә? Түсірілді, бірақ удалить етіп тастағам уж. Сұрамасаңыздар да болады. Жоқ, мен сұрайын деп жатқан жоқпын. Бір күні шығаруға болмай ма? Өзіңіз біз емес жарайды. Жоқ, удалить етіп тастағам, төмен жоқ бұл жерде. Төмен ба? Анда біртүрлі құладым да, болмайтын жерден құладым ғой. Больницаға бірден бардық. Сонымен врачтар қабылдап алды. Аяқтан енді таныстарымыз бар, достарым бар сол жерде. Бір туысқаны бар екен, главврач, сонымен күтіп алды ана жерде. Гипс сап тастады да рентгенге түсірді. Мен ойлап иығым кетті деп. Өйткені тұрсам, қолым жерге жетіп, тіземмен жетіп тұр ғой. Етім бүйтіп тұр да. Сөйтсем, жоқ, бұғанам емес, қолымның жоғары жағы бұғана дейді ғой, жерде, осы жерде сынған мұрт. Соны операция жасаймыз дейді. Білмеймін, қорқтым зорда операция. Мен өзім давлением бар еді сол кезде, жаздың кезі ма, или әйтеуір операция жасауға қорқтым. Жақсы сөз айту керек екен да негізі. Сол жерде былай айтам ғой. Бауырым, қисық болса да сынықшы салсыншы дедім ғой. Қисық қып салса да дедім да. Кетіп қалдым сол жерден. Сынықшыға келдім, Алланың қалауымен сынықшы қисық қып сап берді, қол қисық қазір. Біз айтамыз ғой, періштенің құлағына шалынсын, періштенің құлағына шалынсын. Адам негізі мән бермейді. Өз дінтанушылар, имамдар, ғалымдар айтады ғой. Біз қаласақ та қаламасақ та оң жағымызда, сол жағымызда екі періште отыр. Біреуі жақсылықты жазады, біреуі жаман әрекеттерді жазады. Періште бізбен бірге жүрген уақытта бүкіл жерде жүреді екен де, әжетханаға кірмейді екен. Бізде сондай бір адамдар бар, әжетханада туалеттемін, қазір шығамын деп сөйлеп отыра береді. Телефонмен сөйлеседі. Сол уақытта кіріп, туалетте пәленше сөйледі деп жазады екен. Енді ол бекітілген екі періште. Жақсы адамның жанында екінің еселенген періштелер жүреді екен, жақсы адамның жанында. Енді ол жаңағы анау лағнетінің жүрмейтін жері жоқ қой. Сол періште аумен десе, шынымен де орындалып кетуі мүмкін екен. Енді дінге қарай былай бүйтіп сұрақ қойып жатырмын ғой. Енді дінге деген көзқарасыңыз қандай жалпы? Дінге деген көзқарасым өте жақсы.
жақсы дегенде намазым бар, ораза ұстаймын деген сөз ба? Иә, Аллаға шүкір. Аллаға шүкір, Құдайға шүкір. Демек умраға барып, Умраға әлі бармаған бірақ. барған жоқсыз ба? Бірге барып қайтайық. Сізге Алла жол көрсетемін. Барып келетін төлесеңіз болды. Иншалла. Бұйырған күн. Естідіңіздер ма? Қанша адам куәгер болады? Мына видео атып кетіп жаңағы 5 миллион просмотр болып кетіп жатса, доля берсеңіздер, бірге барамыз ғой. Енді атып кете ма, о жақсы әлі қиындау болып Атады-ау деп ойлап отырмын. Шарттарыңыз шамалы қиындау болып жатыр. 5 миллион болмаса да барып қайтайық та деп жатқаным ғой. Болды, барамыз. Алла тағала разы болсын. Намаз оқуыңызға не себеп болды? Намаз оқуыма сол, жаңа кішкентай кезімізде ауылда тұрдық қой. Қарақұм деген ауылда тұрғам. 94 жылдары, 95 жылдары өздерін біз имам деген нәрсені білмейміз. Араб тілін үйрететін мамандар келді ауылға. Өзіміздің ауылда кезінде кеткен көкелеріміз екен. Келіп мектепте араб тіл курсын ашады. 2 класста боламыз енді. Ол кезде әр классқа 30 адамнан зияда деймін. 60-80 адамдай боламыз. Сонымен азайып 5-6 адам қалдық. Ауылымызда бұрында бір коммерческий магазин болған. Соның зданиясын мешітке береді. Мешітте барып өтеміз. Сол жерде намаз оқып үйрендік. Сол 5-ші класстарда. Алла разы болсын. Бұл туралы айтып жатқаным тек актерлық емес, тек қана бір әртүрлі бір сізден бір күлкі қылатын, біреуді мазақ қылатын видео білмеу мүмкін бар шығар, бірақ мен байқамаппын негізінде. Сіздің лентаңызды қарап отырған уақытта мен негізі байқамаппын. Сонша лентаны төмен қарай түсе бермейміз ғой. Бірақ жақсы бір жігіт туралы, көлікте, жай ғана бір ғимараттардың ішіндегі видеоларыңызды көріп тұрамын да. Және сондай-ақ қайырымдылық жасаған видеоларыңызды көремін. Алла тағала разы болсын. Қайырымдылықты негізі енді оң қолыңды берген, сол қолың көрмесін дейді ғой. Бізде білім қазына қорының атынан қайырымдылық жасаймыз. Бірақ мен әрдайым мынадай шарт қоямын да, біз егер 40 адамға берсек те, 100 адамға қайырымдылық жасасақ та, ешқайсысын түрін көрсетпейміз. Камера қарап айтам, құрмет көрермен деп айтам мен әрдайым. Біз қайырымдылық жасаған уақытта ешкімнің түрін көрсетпейміз. Егер біздің берген ақшамыз қайда кетті дейтін болса, бәрінің аты жөнін біз жазып аламыз. Енді мен бұны айтып жатқан себебім, біз жаңа отчет беру үшін, мысалға, сіз видеоларды түсірген уақытта сізде бір отчет бересіз ба демекшімін ғой? Мен білмеймін, қайырымдылықты түсірген видеом есімде жоқ. Бірақ енді анау жаңа карантиннің кезінде адамдарды жаңа ғана маска кисін деп бір шақырып түсірген кезіміз болған шығар. Халыққа не болсын деп жаңа сабақ болсын деп түсіргеніміз болмаса, мен өзім есімде жоқ қайырымдылықты түсіргенім. Мен көрген бір-екі видеоңыз. Көргенсіз ба? Может, басқа біреулердің каналдарында біз қайырымдылық жасап жатқанда біреулер түсіріп алып қоймаса, мен арнайы өзім міне мен қайырымдылық жасап жатырмын деп түсірмегенмін деп ойлаймын. Сіз ол жерде сөйлемегенсіз, бірақ сіздің видеоңыз екенін мен енді танимын, содан кейін сұрап жатқаным ғой. Мүмкін былай бір сондай болып қалған шығар, ата қайырымдылық жасамағанды түсірмегенмін. Сол жердегі сториске қойғанды біреудің бөліскен шығар, может, мені белгілеген кезде мүмкін. Стористі жаңағы басқа да адамдардың бөлісіп жатасыз да? Бұлай жай бөлісесіз бе, әлде сіз бөліскеніңізге жаңа менің гонорарым пәленше деген сияқты сондай бір дүние бар ма? Жай бөліскен күндерінде бар, гонорар алған күндерінде бар. Енді бізге бұлайдан қызықтай енді жұлдыздар өмір қандай, қалай өмір сүреді, қалай жүреді, болмаса қалай ақша табады деген дүние шынымен де адамдарды қызықтырады. Өтірік емес ғой. Бірақ біреудің дүниесін есептеуден Құдай сақтасын. Әркімге Алла тағала өзі ризық несібесін беріп қойған. Мынадай бір дүние бар екен да, мысалға көбейе беретін, кемімейтін. Біреуге Алла тағала 100 жас берді. 101 емес, 99 емес. Садақамен 101, 102, 103, 150 болады екен. Садақамен. Енді дүниені де, ризық несібені де белгілі бір мезетте беріп қояды екен. Белгілі бір мезетке. Яғни сол 100 жылға. Ол, мысалға, өмірді 100 жылға беретін болса, ризық басында көп болады, болмаса ортасында көп болады, болмаса аяғында көп болады, болмаса аяғында көп болады. KFC деп көбінесе айтып жатамыз. Қартайған шағында байыды ғой, оның ризығын қартайған шағына қойып қойған екен. Енді осы ризықты тағы да садақа беріп тұратын болса, ол күнделікті көбейеді, және ол ризық тағы да көбейеді екен. Осындай бір дүниелер бар екен. Сосын айтып жатқаным ғой, видеоға түсірмесеңіз де, арнайы жасамасаңыз да, сондай істерге мүмкін басшы болып жүрген шығарсыз, мүмкін көмек беріп жүрген шығарсыз. Алла тағала разы болсын. Енді тағы да ютубқа қайтсақ.
Енді бұл мысалға осы сала мен үшін бір жаңалық, бір жылдың көлемінде болды. Бұған дейін басқа салаларда жұмыс істедік. Актерлердің арасында YouTube каналдары бар, Instagramдары бар. Осы Шымкент, мен де Шымкенттікім ғой негізі. Шымкенттің жігіттері де бір айтып жатады. Осы жақтағы қандай киностудия болмасын, қандай Instagram, YouTube, TikTok парақша болмасын, барлығы подписчиктер жақсылап жинап алады да. Ал басқа өңірлердің азаматтары, мен бір бөлгенім емес негізінде, басқа өңірдің азаматтары бір тыраштанып жинап жүргенін көремін да. Тағы да осыған қайтайын деп отырмын да. Енді олар әлде жөндеп жұмыс істей алмай ма? Әлде сіздер өте бір қатты жұмыс істейсіздер ме? Ұйықтайсыздар ма? Негізі демекшімін ғой. Енді мен білмеймін, жаңағы айттым ғой, ютубым қалай жинап кеткенін, аяқ астынан солай жиналды. Инстаграм менде өте аз тұғын подписчик, 16 мың болатын тұғын. Сонымен карантиннің кезінде Бекзат Саттарханов ағамызға арнап түсірілген кино бар. Сол шықты карантиннің кезінде. И мен соның роликтерін қоя бастадым. Сол жерде түскем, жаңағы бандиттің рөлін ойнаймын ғой постоянно. Шыңғыс Әбдібек деген бір режиссер кісі бар ғой. Сол жерде екінші режиссер Шыңғыс Әбдібек деген болды сол жерде. Мен сол кісінің несінен көргем, сіздің постерінен көрдім ба, суретіңіз көргем мен сіздің. Сол кино маған подписчикті екі еселендірді. Өйткені бәрі карантинде үйінде жатты. Мен сол кино шыққан кезде жаңағы роликтерді қырқып салдым. Солар атты. Мен оның алдында неге екенін білмеймін, сторис, сурет қоймайды тұғым Инстаграмға. Сол мезетте салдым. Жаңағы 16 мыңнан 30 мыңнан асты, бір 35-32 мыңға барды да. Қайтадан тоқтады. Сонымен жаңағына Солай деген проект, жаңа қасында інім болып жүрген Нұрмахан деген жігіт, аға түсіріп көрейікші мынаны деді. Жаңа біздің бір рилстарыңыз бар ғой, бүйтіп қарап сөйлейді. Соны айтып жатсыз ба? Слайдынан қарап. Солай деген проект. Жаңызда бір келіншекті ме кейбір кезде байқап қалам, или ондай емес пе еді? Келіншек түсірмегем. Түсірмегенсіз, бірақ мен бірнеше мәрте сол кадрдан көрдім деп жатырмын да. Әлде ондай емес па? Бір өзіңіз негізінде? Солай деген проектті тек бір өзім. Эскалатордан түсіп келе жатып па? Ол емес басқа. Мен тек сондай бір қара фонда, бір жаңағы парктың ішінде, машинаның ішінде де бар. Машинаның ішінде де айта беремін. Сол жаңағы Нұрмахан деген жігіт інім ғой енді. Істеп көрейік деді. Қойдық, тартып кетті. Инстаграмға қойдық. 8 мың просмотр болды. Тиктогым банға кіріп кеткен. Синевой бан дей ма? Не қабылдамайды жаңа видео. Жаңағы бір кіргенде 4 мың адам көріп отқан аккаунтыңыз ба? Иә. Ол жүріп жатыр, нормально. Ол жер жақсы болады. Ода бір 30 мыңға барып қалған подписчик. Сонымен. Бұрын қойған бір суреттерім бар екен. Жаңағы мылтықпен қойған ба, ол кезде оны көрмеген ба, бір нәрсе де жаңағы TikTok. Соларды көріп мені банға тығып қабылдамайды жаңа видео. Ана жаңа Солайдың біріншісін Инстаграмға қойып қойғанбыз. Инстаграмға қоямыз, 8 мың просмотр тұр. TikTok атады ғой десек, TikTok қабылдамайды. Сонымен Қарақұм деген ауылда тұрамын мен. Сол жаққа кетіп бара жатқан кезде ашады ғой анау. Салам. Ол жақта именно менің интернетке кіретін телефоным ұстамайды. Салам да кетіп қалам Қарақұмға. TikTokқа жаңағы тура сол Инстаграмдағы видеоны. Келсем 5-6 сағаттан кейін келген ғой. 201 нәрсе мың просмотр. 8 мыңден 80 мың ба деп айтайын деп отқан едім. 201 нәрсе мың просмотр. 30 мыңдай болып қалған подписчигім 60 мың ба болып тұр ғой. 6 сағатта. 6 сағатта жарылып жатыр ғой TikTok. Ақшам анау. Ондай болмаған ғой енді менде. Ананы көремін. Нұрмаханға айтамын, Нұрмахан атты. Екінші видео давай. Солай да солай болды дедіңіз. Солай. Екінші видео салған ек. Қарасам, Инстаграмда 8 мың болып тұрған просмотр. Мына жақта 200 мың болған еді, анау азында 300 мың болып тұр ғой. Екеуі жарысып жатыр ғой. Анау барды миллионға тоқтады, анау 1.200.000-ге барды, апарды Инстаграм. Сонымен екеуі бір-бірімен жарысты ма, жақсы болып кетті. Әлі күнге дейін жүргізесіз? Әлі күнге дейін жүргіземін, бірақ өкінішке орай жаңа Солай деген проектіміз ақсап қалды, анда-санда салам. Неге? Жаңа інімнің несі ғой енді, бастапқы идеясы соныкі. Ол жаңағы қазір атақты әнші болып кеткен.
Нұрмахан деген. Басқа адаммен түсіре берсеңіз болады ма? Басқа адаммен түсіргенде түсіру емес қой мәселе, сөз табу. Іздеймін, білмеймін, маған ұнамайды. Ана жігіттің алып келгендері ұнайды да. Мощный алып келеді ол. Ол жігітке мына жерден сіз әнші болып жүре беріңіз. Бірақ анда-санда бір басқа. Білмеймін, ол әншілер андай болады екен ғой. Қатты өзі де ән жазады да ол. Күніге неде отырады екен. Онда оның қол тимейді ғой. Иә, неде студияда отырамын дейді, азанға дейін. Сол қазір әнші саласында жүр. Онда сізге бір тырысып көру керек екен, бір тақырыптар жазып. Жазып отырмын. Кейде өзіме кеп қалады, не оқып қаламын. Соны аламын, скриндап қоямын да, әйтеуір түсіремін, бір 2 аптада біреуін қойып отырмын. Бірақ баяғыдай жылмай жатыр. Баяғыдай болмай жатыр. Иә, бірақ нормально. Анау бір уағызшы кісінің айтқан сөзі бар, әрбір азаматтың жанында жақсы бір адам болады деп. Мұхаммедтің саллаллаху алейхи ва саллямдан да Абу Бакр болды деген сияқты. Сіздің де жаныңыздағы жаңағы Нұрекең бе? Жанымдағы Нұрекең қазір жоқ қой енді сол. Бірақ именно осы Нұрекеңдей адам керек екен деп отырмын. Иә, керек екен. Солай деген проекттің авторы негізі сол. Сомен жақсы болды да ол. Ол кеткен еді, онша болмай қалды. Атайын алып қазығын табады қыдай. Иә, бұйырған кетпейді. Бұйырған, иә. Болмаса бір одан да жақсы адам кездесе ма? Мен енді ол жақсы емес деген сөз емес. Одан да бір жақсы проект шығарамыз. Жақсы проект шығарамыз. Ол кісі жаман деген сөз емес. Дәл қазір енді солайға да көп көңіл бөлмей жатқан, қазір кино түсіріп жүрмін да YouTube каналға. Көбінесе сол жақта жүремін да. Дәл қазір проект айтуға бола ма, болмай ма? Болады, мен шығарып қойғанмын уже. Бірінші, екінші сериясы YouTube каналымызда бар. Қаншер деген. Қаншер? Детективный сериал. 2 сериясын шығарып қойдық. Енді қазір 3-ші сериясын түсіріп жатырмыз. Жаңа мен қолым босамайды дегеннің, өзім продюсер боламын, өзім актер боламын. Полный сол киноның басынан аяғына дейін жүремін. Қалай просмотр жақсы кетіп жатыр ма? 1-ші сериямыз жақсы болды, 2-ші сериямыз сәл слабый, 3-ші серия Құдай қаласа атады деген ниеттеміз. Ниеттесіздер ме? Енді кілттен кейін жаңағы кинопарктерге кино берген жоқсыз ба? Берген жоқ. Одан кейін берген жоқ. Түк пайдасы жоқ. Пайдасы бар ғой негізі, жақсы кино. Қателеспесем 60%-ын ба солар алып қалады дейді ақшаның. Біз түсіргенде 50% еді, қазір білмеймін. Қазір мен қателеспесем 60% деді. 60% берсе, одан да басқа бір 20-30% шығын болатын болса, сонымен ол жаңағы 80% болатын болса, 90-ға дейін барып, адамның өзіне бір 15% қалады екен, сонша жұмыстың, дүниенің. Қайдан білмеймін мен. Деп бірақ мен 50% деп білем, әйтеуір сол кезде 50 өзіңізге қалатын бе? 50 өзіме қалатын. Налогың бар. Енді жасырын болмаса, монетизацияңыз қалай жүріп жатыр? Монетизациям қалай жүреді? Монетизацияң егер де контент қойып, контентін тартып жатса, жақсы жүреді. Айына? Қазір болмайтын ақша тауып жатырмын. Айтуға болмайды? Айтуға болады. $300, кейде $200. Ешқандай кино салмай қойсам $100 жетпей қалады. Жалпы монетизацияда мен түсінгенім, енді кино миллионнан ары 2-3 миллион түсіріп жатса, мысалы бізде Шымкентте біраз проекттер бар, Жиздуха деген проект бар, Азартник деген, солардығы жақсы жүріп жатыр. Енді жастар ғой. Мен основной жаңағыда енді күлдірмейтін андай кино түсіргеннен кейін онша одан да ма білмеймін ғой, идеямызды жақсы болмай жатыр ма, тарта бермейді да, менің шығынымды, менің монетизациям жаппайды. Онда шығынды не жабады деген сұрақ туындады? Онда шығынды енді кейде спонсорлар болады. Негізі мақсат бәрі спонсорлар ғой. Киноның бір тартып жақсы жүріп жатса, спонсорлар кейде шығып жатады. Өзінің жаңағы бір бизнесін жарнамалайтын спонсорлар шығып жатады. Арасында бір ана білдірмей. Иә, скрытый. Өткенде атын айтпай ақ қояйын, кино шықты ғой. Жаңағы жүгіріп келіп шөлдетім су бармаса Макси чай түсіндіріп жатыр да. Сондай сияқты болады. Бірақ біздікілер онша қатты скрытый реклама деген түсінбей ма, білмеймін. Скрытый реклама емес, біздікім прям бұлай реклама жасайды. Мынау міне тастайды, ішіңізде деп айту керек қой. Солай айтыңыздар деді. Олай да істеп беріп жатырмыз. Спонсор айтқан істеп отырмыз. Алекс Сарыағаштан шығады. Оны ішкен адам денсаулығына жақсы деп бізде айтып береміз, егер бізге Алекс Сарыағашты осы жерге әкеліп беретін болса. Осы жерге қойып қойсам мысалға, ол да бір жақсы реклама ғой. Айтпаса да. Бірақ білмеймін бізде. Енді осы проектіме мен әлі спонсор тапқан жоқпын. Өзім түсіріп жатырмын. Киноларыңыздың барлығы ана тіліңізде ме, әлде орыс тілінде, ағылшын, өзбек тілдерінде түсірген аудармалар бар ма? Өзім түсірген киноларымның бәрі ана тілінде, бірақ енді жаңағы бытовой орысша сөздер қосылып кетеді. Бірақ өзім түсірген кинолардың бәрі ана тілде. Орыс тілінде түсірдіңіз ба?
орыс тілінде кино түсірмегенмін. Бұны айтып жатқан себебім, кино орысша болмаса 70-80% орыс тілінде болмаса, арасында анда-санда бір қазақ сөзі қосуға болады. Осылай болмаса өтпейді деген сөзбен келсесіз бе? Келсем, онда неге қазақша келсем де келіспеймін дейді. Келсем де, өйткені орысша түсірген кинолар көбінесе просмотр көп болып жатады. Өйткені жаңағыдай орысша Россия көреді, басқа мемлекеттер көреді. Бірақ енді мынау біздің жаңағы Шымкенттің жігіттері түсіріп отыр қазақша кино. Миллион командасы. Миллион командасы мысалы Жизуға түсіреді, қояды. 3 күнде, 4 күнде 4 миллион болады. Орысша көбінесе қоспайды да олар даже. Арасында да қосып жүрмейді. Мына Грузияға барған уақытта ма, жаңағы анау, орысша сөйлейді, бір-бірін әзілдеп қояды. Сондайлары болмаса басқа орысша қоспайды. Бір киноға шамамен мысалға да максимальный және минимальный кеткен ақшаңыз қандай болды? Максимально, минимально кетіруге тырысып жатырмыз ғой, спонсорымыз болмағаннан кейін. Өнер жол қиын жол дейді ғой, мен айтам, өте қиын жол деп. Енді сізге дейін де бірнеше жұлдыздармен сұхбат құрды, өнер жолында әншілер бар, басқа адамдар бар. Осы жолда жүрген уақытта көрген қиындықтары бар да негізі. Сіздің де бір өміріңізде бар шығар, бір-екі мысал келтіріп берсеңіз. Иә, өнер жолында көптеген қиындықтар болды басымыздан. Жаңағы бірінші киномыз түсіріп жатырмыз. Кілтті ма? Кілт деген киномызды ғой, енді сол өзіміз түсірген бірінші Кілт деген киномыз. Соның барысында жаңағы қаржылай бітіре алмай жатырмыз. Бастап қойғанбыз, 70%, 80%-не жетіп қалғанбыз. Ақша жоқ та бірақ. Сол кездерде жаңағы жалаң аяқ деп айтады ғой. Машинамызды сатып, жалаң аяқ жүріп бітіргенбіз да. Азамат деген дедім бар, Әбдікерімұлы деген сол екеуміз жүріп. Есімде, қатты қиналған кезде сенің енді көріп атады ғой, бұдан қалай пайда табады, өзің туыстарың болады, жақындарың болады, не істеп атсың сен? Не керегі бар деген сөздер болады да. Енді жалпы мені қолдамаған үйдегілер. Осы өнер жолына баратында, баста студент кезінде өнерге түсем деген кезде түсірмеген, заңгер боласың деп алаң-қалаумен қайтадан осы жерге келдік. Қолдамайтын. Жаңағыдай құлау болған кезде ауыр тиетін жаңағы айттық қой саған деген кезде өнерді қоясам ба деген ойлар келіп қалады да. Жаңағы ата-анаңды асырау керексің деген сияқты. Не істеп жатсың сен? Қойған кездерімде болған өнерді тоқтаттым, болды. Қандай жағдай болды? Бұлай болады ғой, енді актерларда. Біз жаңа кілттік киноны түсіргеннен кейін жаңа банкрот болдық, артқа кеттік. Таратып жібердім, киностудияны таратып жібердім де. Өзім киноға түсем, жаңа шақырса, Шымкентте шақырады кішкентай киноларға. Сонымен киноға шақырмайды. Басқа да тірліктеріміз бар ғой, сол тірліктерімізді жасап жүреміз. Сонымен шештім, болды. Киноны жиыстырам. Жаңа кішкентай кезімізде ілім алғанымыз бар, алған жолында 5 уақыт мешітке барып оқып, тыныш тірлігімді істеп жүрем деген ой келген күні, прям 1-2 күн болады, бәрін істеп атам, қоям, телефоным шырылдап тұр ғой. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Мен осындай бір кинокомпанияның кастинг директоры едім. Сіздерге Шымкентте кино түсірейін деп жатырмық. Алматыдан келеміз. Бірақ Шымкентке келген кезде кастинг болып қойды Шымкентте, бірақ біз актер таппадық бір рөлға. Сіз соған келіп тұрсыз. Мынандай күндер боссыз ба дейді ғой маған. Сізді көрейік демейді. Алып қойдық дейді. Боспын дейсің ғой. Сонымен барам. 1 ай. Нандай күндеріңіз 1 ай беген? Иә, 1 ай. 1 ай проектіде жүрем. Қайтадан желанием ашылады ғой. Тастап кеткен нәрсеме қайтадан желанием ашылады. Сонымен қайтадан бастадым өнер жолын. Қайтадан жақсы келесің, қиналып кетесің. Жаңағыда ғой, жанұяңды асырау деген бар, анау бар, күніге бола бермейді. Қайтадан қоям ғой. Қайтадан қоям. Есіме түспей қалды.
бір проекттен қайтадан оянам. Сонымен соңғы оянған проектім жаңағы Бекзат Саттархановтың сериалына шақырылады. Ол кезде қойғам, бірақ жаңағы бір Нұрғиса деген інім бар, мен ол да продюсер, режиссер жігіт. Вайн түсірейік дейді маған. Мен вайнды өзім жүрегім қаламайды. Вайн деген бір ақыл жақпастың. Бірақ енді біз вайн түсірсек те, серьезный вайн түсірдік та, күлдіргіміз келеді, бірақ серьезныйрақ екеуміз түсіріп жүргенбіз. Бірақ қоям деп жүргенмін, іштей болды. Махамбет, қой. Басқа тірлік істе. Жаңа үйдегілердің айтқан елдің балдары деп. Кішкентай кезімізде айтатын еді, елдің балдары сияқты тірлік істесем не мынау деп. Өзі бізге осы кино әлемі деген жат нәрсе қазақтарға. Сонымен жаңа ол жерде де бір жігіт звондайды. Инстаграмға кірсем жазыпты. Мен дайрект қарамаймын. Ол жазған, мен көрмегем, звондайды ғой. Ассалаумағалейкум, алейкум ассалам. Біз Түркістанда кино түсіріп жатырмыз. Аға түсіп бере аласыз ба дейді осындай киноға. Сіз ұсынып жатырмын дейді. Өтсем түсіп берейін. Жіберіңізші жаңа ойнаған рөлдеріңіз дейді. Жіберем. Болды, сіз қабылдаңыз. 2 күнге Кеңші Түркістанға деді. Шәуілдірге шақырды мен. Шәуілдірге бардым 2 күнге. Барған ем, білмеймін әйтеуір. 2 күн емес съемкамыз қосылып, негізі бір-ақ сахна деген еді. Әжептәуір сахна ойнап, бір аптама съемкада жүрдім да. Сахна көбейсе де әйтеуір гонорар көбейді. Иә, гонорар көбейді. Мен ол жерде гонорар туралы ойланған да жоқ. Шөлдеп бағасың ғой, дәу алаңға барып кино түсіруге. Мен сұраған да жоқпын сол кезде гонорар. Қазір ғой сұрады, гонорар қанша деп сұрайтын, ол кезде сұрамадым мен. Уже біраз болып қалған еді. Тишинада менде ешкім шақырмайды. Сол мен барып түстім да, сол кезде түсіндім ғой, мен өнер жолын қоймаймын дедім да. Сол мен қайтадан киностудиямды аштым. Сол қазір жүргізіп жатырмын. Және де жаңа өзім Мөлтек ауданында өнер мектебін ашып қойдым. Кішкентай балдарға сабақ үйрететін. Болашақта кино актер мамандығын үйретіп жатырмын. Жақсы ғой. Жаңа мен сұрақ қойған едім, соны жалғастыр ретінде. Қазақ тілінде кино түсіріп жатырсыз. Көрерменіңіз қалай, жақсы ма? Көрерменім жақсы. Егер де жақсы дүние түсірсең, көреді ғой. Көреді. Иә. 40-тен кейін ешқандай кинотеатрға киноңыз берген жоқсыз, Киноны берген жоқпын. Оны бермеуіне себеп бар ма? Әлде YouTube-пен-ақ атақты бола берген бола ма? YouTube-пен-ақ атақты емес. Енді қазір деген дамыған заман деп отырмын да, қазір кинотеатрларда киноның качествосына да жан-жағынан мықты дамып тұр ғой қазір. Сол үшін кинотеатрға кино түсіру үшін әжептәуір қаражат керек негізі. Спонсор болса түсірем ғой. Ал өз қаражатым жетпейді қазір оған. Бұл сұрақты қойған себебім, мен өз деңгейімде патриот болғым келеді. Мен Құдайға шүкір орысша сөйлеймін, жазам, оқимын. Арабша сөйлеймін, жазам, оқимын. Түркше сөйлеймін, жазам, оқимын. Қалған тілдерден айтпай ақ қойын, ұят болып кетеді деп қояды дейді. Windows-ымды қазақша қолданамын. Телефон барлығын, Facebook, Instagram барлығын қазақша қолданамын. Мобайл банкинг барлығын қазақша қолданамын. Кинотеатрға барған уақытта біз әрдайым менің құқығым тапталатынын мен көремін негізі. Ол тапталып жатыр. Қазақша киноны көрейін деп барсаң, бизнес по-казахски бір әдем бір уақытта тұрады, қалған бәрі түнгі сағат 12-де, болмаса таңғы сағат 8-де қойып қояды. Сондай проблемаға жолыққансыз ба? Болмаса сондай, егер жолықпаған болсаңыз, хабарыңыз бар, мен не үшін бұлай жасайтын? Менің құқығым таптайды да, ренжимін. Мен кинопаркқа барған кезде... Жалғыз ба кинопарк емес? Кинотеатрда ондай болып жатқанын білмеймін, бірақ бұрында есімде де 50-50 деген болатын еді бағдарлама. Қазақстанда телерадио компаниясында жаңағыдай 50-50. Сол кезде мен есімде түнгі 12-ден кейін қазақша бағдарламаларды көрсетемін. Сондай болатын. Радиода сондай болатын. Олар да сөйтіп қателесіп жатқан шығар. Бірақ енді білмеймін, қазір қазақша кино көретін контент өте көп. Жоқ, сол көп бола тұра кинотеатрға барамыз ғой. Көп бола тұра таза қазақша түсірілген кинолар 12-де, болмаса бір күндізгі уақытта, бір жұмыстан кейін, 7-тен кейін шығып барып көрейін десең, орыс тілінде тұрады. Оған білмеймін. Жоқ, бұған енді шынымен адам бір көңілің бір ренжисің де негізі де. Енді кино саласына жүргеннен кейін мен сұрап жатқаным ғой. Мүмкін сұраныс сондай шығар, білмеймін ғой енді.
мемлекеттік тапсырыс бойынша кино түсіргенсіз ба? Мемлекеттік тапсырыс бойынша кино түсірмеген. Ешқандай киноңызда бұл мысалға фильм оңтүстік Қазақстан облысы ішкі саясат болмаса дін істер басқармасы бәріне кіріп көргем, мәдениет басқармасының тапсырысы бойынша түсірілген деген сияқты. түсірмеген. Мұны айтып жатқан жақында Нұрлан Қоянбаевтың бір сұхбаты шықты ғой. Мен Бразилияға барып, қателеспесем $500 000 ба, сонда $500 000 шамамен, мен ұмытып қалдым цифрды, кино түсіріп келдім. Бірақ бір кісі 2 миллионға бір ауылға барып кино түсіреді. Ол жерде ол ақшаны ол қайда жаратады, ол не істейді, не қояды деп жатады да. Демек сіз ешқандай мемлекеттен ақша алып кино түсірмегенсіз ғой? Мемлекеттен ақша алып кино түсірмеген мен, бірақ енді менің дәрежемде, менің қасымда осы оңтүстікте кино түсіріп жатқандар көп қой. Бірақ сонша миллионға кино түсірді деген адамдарды естімеген. Теңге емес мен айтқаным. $1 миллион кино түсіріп жатыр екен дегенді естімеген, может мен білмейтін де шығармын. Жаңа мен сізге сұрақ қойған едім ғой, сіздің ең қымбат киноңыз доллармен қанша болды? Ең қымбат кином, Кілт деген кином кезінде $20 000 болған сол кезде. $20 000? Сол кезде. Ең болмаса 100 000 емес, е? 100 000 емес. Ең қымбат киноңыз осы болды ма? Иә, ең қымбат киномыз ол $20 000. Біз ана ол кезде доллар қанша еді? 150 ма, 130 ба, есімде жоқ. Ол кезде тағы да мындай еді, бізде команда болды ол кезде. Команда болды. Қазіргімен есептегенде $200 000 шығар енді мысалға деп жатырмын. Иә, мүмкін. Соның өзі бәрібір. Ол жерде енді біз максимально жаратпадық қой. Қазіргі ол кезде де мықты командалар бар еді ғой. Біздің командамыз жаңағыдай негізгі командамыздың құрылғаны киноның сатылымынан бөлсеміз деген болып құрылған команда болғанбыз да біз. Бірақ сатылымнан ақша таппадық. Бірақ сөзіңізге қараған сатылым болмай қалды дедіңіз ғой. Сатылым болмай қалды. Енді YouTube-қа бүкіл киноларыңыз, видеоларыңыз монетизацияда тұр, иә? Монетизацияда жаңа авторлық құқық бар. Әрбір музыканы, әрбір киноңызға бір саундтректер жаздырасыз ба? Кілт деген кинома ғана саундтректер жаздырғам. Енді кезінде кинотеатрға түсірдім. Кейінгі киноның ешқайсысына саундтрек жаздыратындай менде возможность жоқ. Адамдар жазып жатады да. Ақысын сұрайтын шығар YouTube. Жоқ, қараңыз, адамдар жазып жатады да, неге музыкасы анандай біртүрлі. YouTube-тың ішінде фонотека деген бар. Иә, білем, тегін музыкалар. Сол жерден іздеп құрастырып, жаңағы звукорежиссер балдар бар, жаңағы композитор, әйтеуір істейді ғой, бір нәрсе шығарады. Ал неге қаражат болса бізде барып жаздырмасқа? Иә, жаздырмасқа барып отырып, мынаны жазып берді. Бізде композиторлар көп Шымкентте. Мықты Алматының киноларына жазатын балдар бар. Неге жаздырмасқа? Бірақ қаражат әттең. Қаншер дегенімізде сәл-сәл дамытып жатыр. Өзі қандай бір платформалар бар, тіркеліп қойсаң, YouTube-та саған не бермейді? Бан бермейді. Авторский право бермейді. Сондай платформалар бар өзі. Киноларыңызды басқа YouTube каналдар көшіріп салса, бан жібересіз ба? Бан сразу жіберем. Страйк жібересіз ба? Бұрында мен не қылатын тұғым, бұрын жазатын тұғым. Оқымайды ол. Қазір страйк жібересіз. Сразу страйк жібере саласыз. Страйк емес, сразу банға. Сразу банға болғанда білмеймін, банға қалай. Удалить деймін, сразу удалить. 3 күн возможность бер деген жоқ. Мысалға сіз маған жібердіңіз 1 рет, 2 рет, 3-шінде канал жауып тастайды. Мен біреудікін қоймауға отырсам, менікін қойса, мен сразу жібере саламын, ренжімесін. Мүмкін басқа каналда шықса, сізді танымалдық артатын шығар. Мүмкін, білмеймін бірақ. Бірақ оның каналында мен кином бәрібір менің каналымдағыдай тартып тұрған жоқ та. Мен негіз қолдаймын сіздің пікіріңізді. Әрбір адамның еңбегі бар да негіз. Бір адам кино түсіру үшін мен енді қанша уақыт кететінін білмеймін. Жаңа өзіңіз айтып отырсыз ғой, неде жаңа площадкада 1 ай жүрдік деп. 1 ай, 2 ай, 6 ай бір адам түсіреді. Оны мен сияқты көшіп алып салатын болса, енді ол ұрлық шығар деп ойлаймын. Рұқсатсыз жасалған дүниені жасамауға тырысайық демекшімін ғой. Себебі қазір сондай бір заман, біреудікін алып алады. Основной каналда 10 000 адам көрген, басқа каналда 1 миллион адам көрген. Шынымен де оған бір TikTok-тарда шықса жақсы бар. TikTok-та да сондай болады. Келеді, сен киноңды алады да бір қой жүреді да, қырқып. Ол енді сенен бұрын қояды да.
Ода жаңағыдай 10 миллион адам тұрады, сен соған қырқып қойсаң, 50 мың адам көреді. Демек бұл жерде бізге тез жұмыс істеу керек болып тұр. Иә, тез жұмыс істеу керек, оперативно. Бүкіл аккаунтта өзіңіз отырасыз ба сонда? Дәл қазір бүкіл аккаунтта өзім отырамын. Үлгересіз ба деп жатқаным, үлгергенде мен ештеңе қазір жүргізіп жатқан жоқпын. YouTube қана жүргізіп жатырмын ғой. Басқа еш нәрсе басқа Инстаграмда жаңағы стористі қоя саламыз. Бұрында админ отыратын тұғын, жауап беріп, сөйтіп. Дайректерге кірмейтін едім мен өзі. Негізі дұрыс өзіңіздің отырғаныңыз, монетизация жүріп жатқан каналда сол жаңағы студияның басшысы өзіңіз, яғни өзіңіз отырған дұрыс. Ол жерден ақша жүріп жатыр, болмаса оның кілттері бар, басқалары бар. Өзіңіз қорғап, өзіңіз айналысқан дұрыс негізінде. Қиын ештеңе жоқ. Алла разы болсын, негізі бір барлық жауапқа қиын ештеңе жоқ деп жауап беріп жатсыз. Мотивация қайдан келеді? Мотивация деген, білмеймін мен, мотивация деген не? Не ол десеңізші? Не ол деймін ғой. Мотивация деген жалпақ тілмен айтқанда бір жұмысты жасауға көңіл күй, орысша айтқанда желание ұрып тұрады ғой адамда. Қатты желаниемен істемеймін, может, содан кейін айналмай жатқан шығар, әйтеуір істеп жүрмін. Істеу керек, істеймін. Бұл сіздің ешқандай желание, қатты желание болмай жасаған дүниелер, иә? Егер болып жасаса, онда мен ойланбай ақ қояйын деп жатқаным бұл. Құдай қаласа, желание ашылар. Киноларыңызды ағылшын тіліне аудару деген бір ой бар ма? Озвучка беру. Кейде кеп қалады. Пайдасы бола ма? Білмеймін. Озвучка жасамағам. Кейде ойландыңыз ба деп жатырмын да. Ойланам кейде. Басында бір ойландым мен сондай. Ағылшынға аударсам қалай болады деп. Бірақ кейін бүйтіп зерттей қарасам, ол үшін сен өзіңнің ағылшынша каналың болу керек екен да. Ол сенің, білмеймін, біздің каналдан ағылшындар кіріп көреді дегенге мен қатты сенбеймін. Енді бір фестивальға ұсыну киноны. Жоқ, ондай болмаған. Ондай дәрежедегі қиялға әлі жетпедім. Қиял болу керек ол үшін сәл. Бір фестивальға ұсынасыз ба деген уақытта бір адам кино түсірген уақытта, мен негізі байқаймын да, режиссер болсын, продюсер болсын, басқасы болсын, киноны түсірген уақытта мәні, мағынасы шығады. Ол мәні, мағынасын біреуге пайдасы тисін, мәдени құбылыс жасағысы келуі мүмкін, бір кешегі шығып жатқан кинолар адамдарға бір әсер етіп жатады, болмаса біреудің мақсаты болып әсер ете ма, етпей ма, просмотрда жинаса, ататын болса, бір фестивальға барып, бір статуэтканы алып келсем, Каннға барсам, Оскар алсам деп жатады ол. Сондай мақсат болады жер алдыңызда. Неге ешқандай фестивальға кино ұсынбағыз? Білмеймін, соны туралы мен ойланбаған, бірақ маған айтады жаңағы. Қасымда бар ғой, жас режиссерлар бар. Давайте осындай бір Канныға түсірейік. Мен әлде оны түсінбеймін ба, білмеймін мен. Сол Канныдан бірінші орын алып келген киноларды көрген кезде өзім түсінбеймін не отқан. Басқаша әлемде түсірілген сияқты болады олар маған. Оларға қалай баға берді деп па? Иә, қалай болды, не болды. Бұрған бір, білмеймін, есімде жоқ, енді біреудің дүниесін жамандап жүрмеймін. Кішкентаймын, сонда жазып қояды, ағылшынша бір нәрсе деді, фестивальдан орын алған дейді. Енді ол қиялдан туылған кинолар шығар, енді түсінбейтін тұғым мен соларды көретін. Бір кино шыққан еді, мен атын айтпай ақ қойын, сөйлемейді, ымдасып жүріп, сол бар, бір фестивальдан бар. Не алып келді, орын алып келді. Ода тіл жоқ, қазақша, орысша ымдап бар. Сол ымдап жаңағы сөйлеп түсірген кино не алып келді, жаңағы орын алып келді. Енді ол бір, мен естуім бойынша режиссерский взгляд деген болады дейді ғой. Сондай бір нәрсе. Сіздің кинода табылатын шығар режиссерский взгляд. Жоқ, режиссерский взгляд бізде енді основной бытовой кинолар түсіреміз ғой біз. Біз кәдімгідей ашып, бәрін ашып, жарып, айтып түсірген негізі біздің қазақ халқына негізі ашық кинолар ұнайды деп ойлаймын. Жаңағы конкретно түсіндіріп, мына жерге, мынау саған деп түсіретін кинолар ұнайды деп ойлаймын. Бірақ әр киномда мен максимально қандай кино болса да бір тәрбиелік мәні бар эпизод қосамын. Астарлап. Неге олай істедің деп жаман нәрсе істесе. Соны қосамын, қазақы мәдениетті қосамын дейсіз. Қандай кино болса да, криминальный кино болса да, сол жерде тәрбиелік мейірім қосып кетуім мүмкін, әйтеуір қосам. Киноларыңыз Шымкент қаласындағы ШТВ, оңтүстік ТВ, Отырар, Айғақ, осыларға
жаңағы эфирден берілді ма? Хабар болсын. Отырардан берілген. Кезінде КТК-дан берген біздің кілт деген киномыз КТК берді. КТК-ны берген точно білем, Астана 31 деген каналдар берді деймін. Кезінде сол. Қазіргі киноларыңыз беріп жатыр ма? Қазіргі киноларымды Отырар каналы беріп тұрады. Сіз ақы төлейсіз ба, әлде ол сізге ақы төлей ме? Ешкім ақы төлемейді, короче. Бесплатно. Оның эфирі жүргеніне ол қуанады, сіздің киноңыз шыққанда сіз қуанасыз, осылай. Қатты қуанбаймын. Жалпы айтып жатыр. Жалпы, иә. Ешкімнен гонорар сұрамайтын қыз ғой? Ешкімнен гонорар сұрамайды. Бұл Шымкентте қалай болды сонда? Бұл Шымкент қой. Шымкентке келіп кино түсіретін адамдар да Шымкентті арзан деп келеді. Тамақ арзан деп та. Сөйтеді актерларды да арзанға түсіргісі келеді. Неге екенін білмеймін. Бірақ Шымкенттің де актерлары басқа жерінде дүниесін жасап жатыр. Бұл жерде мен Шымкентте бір басқа өңірден бөлек деген дүние айтқым келмейді негізінде. Ондай ой қалыптаспасын. Мына екі Шымкенттің азаматы отырып алып, Алматыға келіп алып, жаңағы өздерінің дүниелерін жоқ, ода тұрады. Ондай болмасын деп жатқан. Бірақ сондайлар кездескенде, сондай жаңағы арзанға актерларды жалдағысы келеді. Мынадай пікірім бар да негізі. Шымкенттік деп айтып жатады ғой. Ашаршылық заманында менің өзімнің атағым, мынау Қостанай жақтан Торғай облысынан менің атағым. Торғай облысынан оңтүстікке келіп қоныстанып қалып кеткен. Біз сияқты қоныстанған ел бұл жерде өте көп екен. Енді ашаршылықтың уақытысында кім көшті? Біріншіден дүниесі бар адам көшті, бай адам. Екіншіден кедей адам көшті деймін. Кедей адам сол байға жалшы болып жұмыс істеп, бір нәрсе қылып затын көтеріп көшіп келді. Енді орта тап мүмкін көше алмаған шығар. Басқаша айтқанда шынымен де пысық адам көшті ғой енді. Ол батыстан көшті, ол шығыстан көшті, ол солтүстіктен көшті. Бәрі оңтүстікке жиналды. Менің пікірімде енді. Оңтүстікке жиналғаннан кейін, сол адамдардың ұрпақтары осы жерде болғаннан кейін, барлығы жиналып пысық болған шығар деген менде ой бар да негізі. Мүмкін. Мүмкін енді бір-біріне келіспейтін шығар. Демек Шымкент бір шынымен де құрама екен, ол өтірік емес қой. Жан-жақтан жиналған адамдардың. Пысық адам қай уақытта пысық болады? Біріншіден сапарға шыққан уақытта деймін. Ел көрсе. Сіздің осы жол жүру, сапар туралы айтқан бір дүниеңіз бар ғой, солай проектінде. Соны айтып қайталай жібересіз ба? Иә. Сананың таяздығы сапардың аздығынан деген, иә, солай да бар. Оны жаңағыдай артынша сәл өңдеп жібергеніміз, келіндер мен жеңгелер күйеулеріңіз сапарға жіберіп тұрыңыздар деген еді. Сол қатты артып кетті, миллионнан асып кетті. Келіндер мен жеңгелерге рахмет. Сапарға шығып тұру керек та негізі. Иә, сапарға шығып тұру. Сапарға шыққан уақытта кімнің кім, адамның қандай екен, кіммен араласып жүргенімді білесің ғой. Иә. Біреумен сонша жыл жүресің, сапарға шыққан уақытта оның жұмыт екенін білесің, оның қолы ашық екенін білесің, оның жаңағы бір қалтасында достарға мынау есешті керек болады, өзім тамақ жеймін деген ақшасы бар екенін білесің да негізі. Бұны айтып жатқаным, ол пысық болайық, болмайық, қай елдің, ол Шымкенттік бола ма, Алматылық бола ма, Жамбылдық, Южанин, Северянин бола ма, қай-қайсы болмасын, бір-бірімізге барып, көріп, араласып білген уақытта, пәленше деген адамды көрдім, елді көрдім, жерді көрдім деп, санасы таяз болмайды, кең болады демекшімді мен. Иә. Қосыласыз ба? Өте. Тағы бір сұрақ. Киноларыңызда оны бандиттің рөлін жақсы сомдайсыз да негізі. Иә. Әлде тек қана осындай не келе ме де, сақалыңыз соған келіп бетеп, жаңағы деп адам қорқытқан ұнай ма өзіңізге? Жоқ, ұнағанда былай ғой, сол бірінші кинома бандит болып түстім. Кілтті айтып жатсыз ба тағы да? Қынсыз қанжар деген киноға тәжік наркобарон болып түскен бандит болып. Тәжікше сөйлеймін сол жерде. Сол кинодан кейін, білмеймін, режиссерлар мені тек қана сондай бандиттің рөліне шақырады. Тоджики медонам ғой сонда, иә? Тәжікше білесіз ғой дегенім. Тәжікше білмеймін, бірақ сол бірінші кином болған соң тәжікседен жаңағыдай қазақша әріптермен жазып берді, жаттадым. Қатты жаттап алдым, прям есімде да анау. Кән бір-екі сөз? Мынандай сөз бар да. Инкори ғаффар, аскари мия ғаффар хабардар,
вай жаза шерифтан аш даркар деген сондай сөздер. Мағынасы не оның? Бұны істеген Ғаппардан басқа ешкім істеген жоқ. Бейсенбі күні Ғаппардың Вот айту Ғаппар Ғаппардың жазасын береміз. Рифтан аш даркар сондай примерно сондай сөздер. Содан кейін сол жаңағы қатыгез адамның рөлінде кеттіңіз ба? Иә, сондай. Режиссерлар да сізді сол рөлде көре ме? Сол рөлде көреді, бірақ қазір өзімнің түсірген киноларымда көбісінде жақсы адамның рөлін ойнауға тырысамын. Өйткені өзімнің киномда өзім не ала аламын ғой. Содан кейін жақында бір комедияға түстім. Енді шығады. Эпизодный рөлге комедияға. Комедияға да түскіңіз келеді ғой. Мен негізі жас кезімде комедияға қатты жақын адам едім. Бірақ өсе келе білмеймін ғой. Комедиядан алыстап кеттім. Өмір менен кинодағы мінезіңіз бір-біріне жақын келе ме? Әлде? Өмірдегі мен кинодағы білмеймін, жақын келмейді. Өмірде кәдімгі қарапайым адамбыз ғой. Мен бұны айтатынмын, Марк Уолберг бар ғой. Енді кинолар мен көп көремін. Қай киносында болмасын бір қылықтар бар, барлық кинода соны жасай дегенде негізі. Әйтеуір соны бір қарап қалғаны, жаңа Джейсон Стэтхэм болса да, сол бір характер барлық кинода жүреді. Барлық кинода. Демек ол бәрі ол мінезді тастай алмайды деген адам. Сіз де сол мінезді кинода тастай алмайсыз ба? Әлде образға кіріп өзгере аласыз ба? Образға кіремін, мен кинолардың бәрі сондай болып кетіп отыр ғой, сондай. Өзі бандитский болып бара жатыр ма? Ол жерде сол стильде ойнап келе жатыр ғой, атап бүйтіп. Онда мынау комедияға түскен киноңыз көріп екенбіз. Ала берсе. Күлдіре алдыңыз ба? Күлдіре алған шығармын. Ойнадық. Енді актер болғаннан кейін әртүрлі рөл ойнаған келеді. Не сол дұрыс қой деп жатырмын да мен. Иә, мені мысалға тек жаңағыдай бандитский рөлдерге шақырады. Осы Шымкенттегі режиссерлар бар. Кездесеміз ғой, дастархан басында кездесеміз. Қандай кино түсіріп жатсыңдар деп сұрайсың ғой. Сол кезде айтады да, "Мәке, сізге бір рөл болады, айтамын" деп қояды да. Сіздің рөліңіз болады, сол кезде айтамын дейді да. Сіздің рөліңіз деген баронның рөлі болады деген. Бандитский, ерегісіп, төбелесіп біреудің бір нәрсесін ақ қою, грузить етіп тастау деген сияқты рөлді айтады. Мен айтамын да, маған любой рөл болады деймін да. Бірақ білмеймін, олар шақыруға рисковать еткісі келмей ма, или шақырғысы келмей ма, білмеймін. Маған шақырса, сондай рөлге шақырады. Кинода некеңіз қиылып үйленген уақыттар болды ма? Жоқ, ондай болған жоқ. Шариғатта мынандай бір не бар ғой, білесіз ба? Кинода үйленген болып есептеледі. Шариғатта бар ма сондай? Сондай дүние бар ғой, білесіз ба? Білмеймін. Естігесіз ба? Мен бұны айтып жатқаным, кино әлем болғаннан кейін кейбір кісілер негізі мән бермейді да. Шынымен неке жүзігін тағып, имам құтпасын оқып, мақұл шіркеуде болсын, мешітте болсын, үйленді ма? Негізі үйленді болып есептеледі негізі. Білмеймін, мен оған миым жетпейді. Жоқ, миыңыз жетпегенде де осы дүние бар да негізі. Бұл менің пәтуам емес қой. Кімнің пәтуасы бұл? Бұл ма? Себебі үш нәрсемен ойнамайды дейді. Иә, некемен ойнамайды. Некенің өтірігі, шыны, әзіл емесі болмайды. Киносы болсын, өмірі болсын дейді. Енді мен жай өтініш ретінде айтамын ғой. Кейбір актерлар болып жатады ғой. Мына кинода оның күйеуі анау, мына кинода оның күйеуі мынау. Мақұл күйеуі болып ойнай береді. Бірақ оның некесі қиылады ғой. Некесі қиылады ғой. Сөйтіп жүзікті тағады оған. Сол мезетті айтқан. Мен кілт деген киномда сондай эпизод бар, бірақ ол кезде жас жұбайлар бір-біріне неке жүзігін тағады да. Ол кезде ЗАГС деген болады, ана бір торжественный сондай ойнатқанбыз. Сол ғой, мен соны айтып жатырмын. Сонда анау әйелі ма сонда? ЗАГСтегі адам, мен сіздерді бүгіннен бастап пәленше және төленше ерлі зайыпты деп ол жерде өтірік аттарын айтады ғой. Бірақ киноға сіз түсіңіз сол мәселе. Кинодағы актерлық. Енді мен дінге қарсы шығамаймын, бірақ дұрыс емес деп ойлаймын мен бұны. Бірақ киноға сіз түстіңіз ғой, мәселе сода болып тұр ғой. Мысалға кинода кейде сол ерлі зайыптылардың эпизодын көрсету. Енді кейде бір проблеманы ашу керек болады. Жоқ, бұл үйлену процесі. Бірақ күйеу мен әйел болып ойнай береді. Жоқ, үйлену процесінің проблемаларын ашатын кездер болады деп ойлаймын да. Кейде мысалға ақ қылып көрсету үшін қараны көрсету керек қой. Мысалы, мен тәрбиелік мәні бар кинолардың өзінде де сондай жаман жолдағыларды көрсетеміз. Неғып сен сондай көрсете бересің дейді. Мен айтамын, соның дұрыс емес екенін көрсету үшін мен соны түсіремін деймін да. Мысалы, бір адам дұрыс емес нәрсе жасап, соның жазасын алғанын көрсетуім керекпін деймін да.
адамды ойлану үшін. Сол сияқты енді білмеймін мен. Объявляю вас мужем и женой деді ма, мәселе осы болып тұр. Осы эпизоды. Енді бұл менің пәтуам емес, ғалымдардың осындай бір пәтуасы барды. Мысалға 120 деп қойған жерден знак 130 бен 140, 150 мен барып, Құдай сақтасын, авария болып дүниеден өтіп кететін болса, өзіне өз қол жұмсаған болады деген сияқты пәтуалар бар. Сондай пәтуалар бар. Енді киноға қатысты пәтуа, мен осыны білемін. Одан кейінгі мен бірақ бірінші естіп тұрмын осыны. Одан кейінгі тағы бір пәтуа, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бейнесін суреттеу, оның орнында рөлінде адам ойнауға болмайды, сахабалардың рөлінде адам ойнауға болмайды деген сияқты пәтуалар барды. Жалпы деп жатқан. Бірақ бұл сұрастырып көріңіз, мен өз басым естіген уақытта. Бұл сұрастырып көретін жайт екен. Мәссаған, қанша адам кинода үйленіп жатыр ғой деп мен де ойланғам негізінде. Беташар қылып жатыр кинода. Бетін ашар қылып жатыр. Киноны қойып берші, клиптер бар ғой. Клипте айналдырған 5 минуттың ішінде үйлендіріп, ажырастырып, махаббат жоқ қылып жатқан клиптер бар. Сразу бірақ ажырастырып жіберетін ғой. Шымкентте бір мен ұмытып қалдым, ерлі-зайыптылар бар ғой. Әрдайым кинода да ерлі-зайып болып түсіп жатады ғой. Руслан мен Жаудыр деген жатқан. Әдемі да сол. Өмірде де әйелі, кинода да әйелі. Кинода ол жаман әйел болып түсе ма, жаңағы салихалы, жар болып түсе ма, жаман еркек болып түсе ма, бәрібір кинода да өмірде де әйелі. Осылайынан түскен әдемі емес пе демекшімін ғой мен. Әдемі, бірақ енді мысалға әркімнің өзінің несі бар. Мен мысалы әйелімді түсірмесін, әйеліңізбен түсін деп жатқан жоқпын, жалпы айтып жатырмын да мен. Актерлар таңдаған уақытта сен әйеліңді алып кел десең, ол да болмайды ана жерде деген сияқты ғой. Енді актерлық өмірді таңдағаннан кейін сондай болады ғой бәрі. Олар актерлық өмірді таңдағаннан кейін соның бәріне көніп келеді. Мен ары қарай енді екі актердің сүйіскенін басқасын айтып жатқан жоқпын, жалпы айтып жатырмын. Сондай сцена болатын болса. Бірақ ондай жаңағыдай ондай сценаларды мен түсірмеймін. Сүйісу дегенді, құшақтасуды максимально запрет қыламын. Онда енді менің жеке пікірім дұрыс шығар деп ойлаймын негізі. Себебі әркімнің әйтеуір мақұл бұл темаға мүмкін кірудің қажеті жоқ шығар. Мүмкін бізді біреу көрсе түсінбейтін шығар. Ұлықбек дінді жаңағы не істеп жатыр ма, жаман көрсетіп жатыр ма, болмаса жұмысы жоқ, жұмысы болмай тыныш отырмай ма деуі мүмкін. Жалпы айтып жатқаным кино болғаннан кейін әртүрлі сценалар болып жатады. Сөзіңізге қарағанда байқағаным, мүмкін сіз намаз оқимын дедіңіз ғой, шариғаттың шеңберінде түсіруге тырысады екенсіз негізінде. Максимально тырысамын. Максимально тырысады екенсіз. Максимально тырысамын. Демек бір діни қызметкер ма, имам ба, советнигіңіз бар ғой. Ол киноның жанында, площадкада жүрмесе де ақылдасатын адамыңыз бар ғой негізі. Кейде ақылдасам, кейде ақылдасам. Енді жамағатпен араласамыз ғой. Ауылдың жамағаты бар. Жаңағы мешіттің имамдарымен араласамыз. Сол жерде пікір таласта қойып аламыз, сұрақтарымызды жайлап, осындай қалай болады деп. Білмеген жерлерімізді. Бірақ енді мүмкіндігінше жаңағы бізге кішкентай кезімізде жаман болады деген нәрселердің бәрін кіргізбеуге тырысамыз. Осы Серік Талас деген жігіт бар ғой, сол үйге келіп тұрады маған. Бірақ Алматыға кеттік, сонымен қазір біраз болды көрмегенімізде, келіп сұрақтарын қойып, ұзағынан әңгімелесіп отыратынбыз. Сосын кейін ойлаймын, демек консультация екен ғой деп. Белді режиссерлардың бірі Шымкентте. Киноларын көріп тұрамын негізінде. Жақсы. Бірақ ол кісінің киноларының астында бір басқарманың тапсырмасымен деген жазулар тұрады. Демек ол мемлекеттің тапсырысымен жұмыс істейді деген сөз ғой. Сіз де солай жасасаңыз болады ғой? Болады, бірақ білмеймін, мен мемлекеттің тапсырысын алып көрмегенмін да, тырысып көргенмін бір-екі рет, бірақ болмады. Бірақ Серіктің кинолары ұнайды өзіме. Жақсы. Серік мықты түсіреді. Жақсы кинолар. Именно тәрбиелік мәні бар кинолары. Талай киносын көріп, көзден жас шыққан киносында жаз жүремін өзіне сразу керемет деп. Киноларыңыздың мәні, мағынасы тәрбиелік екен. Дін тақырыбында кино түсіріп көргенсіз бе, немесе сондай ойыңыз бар ма? Дін тақырыбында кино түсіріп көрмегем. Бірақ дінге қызмет ретінде түсірсем деген арман ойлар бар. Сапалы бір дүние. Дінге қызмет дегенде бір мешіт туралы ма, имам туралы ма? Қызмет болғанда менің түсінігімде дінге қызмет біреуге бір садақа беріп, жақсылық жасау. Сол киноны көріп,
адам біздің ислам дінін жақсы жағынан қабылдаса деймін. Жаңа бізде қазір ислам десе терроризм деген тұрады ғой. Антитерроризм туралы бір исламның негізгі жағын көрсетсем деп ойлаймын. Ислам бейбітшілік деген мағынаны білдіреді. Бейбітшілік, мейірім, жақсылық бәрі исламда ғой негізі. Жамандықтан тыятын ислам діні екенін көрсетеді. Алла Тағала Құран Кәрімде аузубиллахи минаш-шайтанир-раджим фалтакун минкум умматун яд'уна илал хойри, жақсылыққа шақыратын, ва янхауна анил мункари, жаман арсыз істерден тыятын жақсы бір жамағат, топ болсын, ел болсын деп айтып жатады ғой. Сіздің бұл айтып жатқан жұмысыңыз негізі кино деген идеология деп есептеймін мен. Кино деген уағыз, кино деген насихат, кино деген мәдениет, кино деген тәрбие деймін негізі. Қазір кино көрмейтін, мақұл кино көрмейтін демей ақ қойшы, телефон ұстамайтын адам жоқтың қасы. Жоқ ондай адам. Көреді. Киноны көреді. Осы кино арқылы шынымен де бір жақсылықты жеткізуге, уағыздауға, насихаттауға болады демекшімін. Әрине. Мен жай ұсыныс айтайын деп бастаған едім сұрағымды. Осындай дүниеде жүргеннен кейін, осындай ортада сізді ел танымайды емес, таниды. Сізді адам тыңдайды. Мақұл, халықтың алдына шығып мінберден бүйтіп уағыз айтпасаңыз да, тура кинодан осындай дүниені негіз жасауға болады деп айтпақшымын да мен. Әрине. Егер жасап жатсаңыз, мені шақырасыз ба деген сияқты ғой. Құдай қаласа. Алла бұйырса. Негізі сондай бір проект әдемі деп ойлаймын. Елге пайдасы тиетін, жақсылыққа шақыратын, шынымен де исламның жақсы жағын көрсете білсеңіз, себебі халық мұсылманның жаман кемшілігін көріп, исламды жек көріп жатыр. Ислам идеал, бірақ мұсылман идеаліне емес деген мағынада мен айтқым келеді. Осыны киномен жеткізетін болсаңыз, ол елге өтеді деп ойлаймын негізі. Иншалла. Біздің студиямызға келіп, уақыт бөліп, сұхбат бергеніңізге рахмет айтам, алғыс білдірем. Алла Тағала еңбегіңізге жаңағы береке берсін, кәсібіңізге береке берсін. Бала шағаңыздың қызығын көріңіз, ел азаматы болып, елдің алдында өзіңіздің киноларыңызбен салиқалы ұрпақты тәрбиелеуге үлесіңізді қоса беріңіз. Амин. Рахмет, сіздерге де үлкен рахмет. Осылай шақырып, сұхбатқа шақырғандарыңызға. Алла разы болсын. Құрметті көрермен, бүгін бізде студияда қонақта болған Махамбет фильм киностудиясының директоры, актер, продюсер Махамбет бауырымыз. Алла Тағала сізге разы болсын. Келесі кездескенше баршаңыз аман сау болыңыздар.